Бізде мынандай әдет бар. Басымызға түскен ауыртпашылықтарға, қиындықтарға, өмірде болып жатқан қателіктерге біз кінәлі адамды сырттан іздеп отырамыз. Өзімізді кінәлі санамаймыз. Соның бірі, қазір көп ата-аналар бала шағасынан шағымданады. Олар неге бізге қарамайды, жылы сөйлемейді, еркелемейді деген сияқты, бір мейірім көрсетпейді деген сияқты нәрселер. Керек десең, біз ата-ана жайлы көп айтамыз. Жастарға айтамыз, ата-аналарыңа еркелеңдер, көздерінен сүйіңдер, жақсылық жасаңдар, ауыр сөйлемеңдер деген сияқты. Сонда жастардың көбісі мойындайды. Көбісі, басым көпшілігі мына нәрсені мойындайды. Неге екенін білмеймін дейді. Анамның көзінен сүйе алмадым, анама еркелей алмадым деп, шынымен жасай алмағандығын мойындайды, еркелей алмайтындығын. Енді жасы келген, үлкен жасқа келген ата-аналарымызға Алла өмірлеріне береке берсін. Біз оларға ренжи алмаймыз. Бірақ енді ана болып, ата болып, бала-шаға өсіріп келе жатқан мынау жас отбасыларға, жас ата-аналарға мына нәрсені айтқым келеді. Егер үлкейгенде бала-шағаңыздың сізге еркелегенін қаласаңыз, онда жас күнінде көбірек еркелетіңіз. Байқайсыздар ма, бізде мынандай қателіктер бар. Бала туылады, 1 жастан кейін қылығы басталады. Оны біз еркелетіп, масқара қатты еркелетеміз. Оның қателіктерін көрмейміз. 3 жас, 4 жасқа дейін енді ана баланы аямай еркелетеміз. Сөйтіп жүрген кезде артынан екіншісі пайда болады. Оның қылығы шыққан кезде енді мына біріншісінің қылығы енді ескіре бастайды ғой енді. Оны еркелету бізде азаяды. Сөйтіп жүргенде үшіншісі келеді. Оның қылығы пайда болады. Енді бізде осы кезде қателік пайда болады. Біз ана біріншісін еркелетуді тоқтатамыз. 6 жасқа дейін жетуі мүмкін бұл. 5 жас, 6 жас, ары кетсе 7 жас. Одан кейін не істейміз? Қарасаңызшы. Бұл бәрін көріп отыр ғой, бұл бала түсінеді ғой бұл. Кішкентай балаңыз, кішкентайлар артта қандай қателік істесе де сіз оны құшақтап еркелетіп жатасыз. Ештеме етпейді деп. Енді бұл бала қателік істеген кезде біз тоқпақтап ұра бастаймыз. Ей деп оған ауыр сөздер айтып, оны еркелетуді былайша айтқан кезде біз тоқтатамыз. Керек десеңіз, 8 жас, 9 жас, 10 жасқа барған кезінде жаңағы бала бір попытка жасап көреді анасына еркелеуге ше. Сол кезде біз өзіміз кәдімгідей оны алыстатып жібереміз. Қой, бар дабдардай болып. Ыңғайсыз екен деп ше. Өйткені артында өсіп келе жатқан кішкентай жеткіншектер бар ғой. Не істейміз? Біз ол баланың жүрегін сындырамыз, жаралаймыз. Өзіңіз ойлаңызшы, 10 жасында еркелеуден қалған бала, сізге еркелегісі келіп жақындаған кезінде сізден ауыр сөздер естіп, теріс айналып кеткен бала, 20 жас, 30 жасқа келіп ақыл тоқтатқанда барып сізге еркелей алады дейсіз бе? Сол үшін баланы жас күнде еркелетіп, қараңызшы бізде қандай қателіктер. Керек десең, ұзақ сапарға шығамыз, сонда біз жаңағы үйге хабарласқан кезде ең кішкентайын сұраймыз. Ана кім қалай, не істеп жатыр деп ең кішкентайын сұраймыз. Сағынып кеттім мен оны деп ше. Сонда жанында үлкендер сонда ойланбайды дейсіз бе? Оны сағыныпты, сонда бізді сағынбай ма деп ойланбайды дейсіз бе? Біз осылай балдарды бөліп тастап жатырмыз да. Сол үшін үлкен кезінде бала еркелей алуы үшін оны еркелетіп өсіру керек. Бірақ дұрысынан түсіну керек, бауырлар. Еркелету керек деген нәрсе, оның бүкіл айтқанын істеу керек деген нәрсе емес ол. Ата-ана болғаннан кейін сізге қаласаңыз да, қаламасаңыз да амал жоқ. Психолог болуға тура келеді. Баламен жұмыс қалай жасау керек екенін білуіңіз керек болады. Бала сіздің де мінезін білесіз. Қандай сөзді көтереді, қандай сөзді көтере алмайды, оны да білесіз. Кейбір жасаған қателіктеріне ұрсуға тура келеді. Ал кейбір жасаған қателіктерін еркелетіп отырып оған түсіндіріп тастауға болады. Жылы сөзбен де балам мына былай болса қалай болады, былай болса қалай болады деген сияқты оған жылы сөзбен отырып түсіндіріп тастауға болады. Ал біз не істейміз?
баланы үлкейе бастаған кезінде жаңа қызық қылығы кеткеннен кейін енді қайда барады деген сияқты ғой біздің кез келген қателігіне оны төмпештеп отырамыз, айқайлап отырамыз да баланы суытамыз. Бала бізге 10 жасында, қазір айтамыз ғой, біз неге үлкендер еркелей алмайды? Үлкен емес, бізде 10 жас, 12 жастағы балалар уже ата-анасына еркелей алмайды. Біз солай алыстатып жібергенбіз да. Сол үшін ағайындар, ойымды дұрыс жеткізе алдым деп ойлаймын. Бала шағаңызға еркелетіп, уақыт-уақытымен жылы жаңағы махаббатыңызды беріп отырыңыз. Сонда ол кейін қайтарады сізге. Әл-Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.